Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, және қашықтықтан жұмыс істеуге арналған интербелсенді құрылғылармен жұмыс істеуді үйренгісі келетін баршаңызға қош келдіңіздер деймін. Бүгін біз сіздермен қашықтан білім беру кезінде өте ыңғайлы болып табылатын тақталардың бірі Padlet тақтасымен жұмыс жасауды үйренеміз. Жалпы алып қарайтын болсақ, тақталардың түрі өте көп. Мәселен, Google-дың өз тақтасы бар, Zoom-ның өз тақтасы бар. Сіздер осыған дейін де пайдаланған шығарсыздар. Jamboard дейді, және тағысындағы деген сияқты түрлі ақпараттарды қамтитын тақталар бар. Солардың ішіндегі менің ойымша ең ақпарат сыйымдылығы жағынан болсын, ыңғайлылығы жағынан болсын, өте бәсекеге қабілетті тақталардың бірі Padlet тақтасы. Осы Padlet тақтасында жұмыс істеуді үйренейік қас сіздермен. Ол үшін кәдімгі браузерімізді ашамыз да. Орыс тілінде кириллицада да болсын, латиницада да болсын, Padlet деп жазғанымыз жеткілікті. Одан кейін бізге бірден жаңағы интернет өзі жол ашып береді. Мәселен, мұнда Padletке мен алдын ала тіркелгендіктен бірден өзімнің жұмыс алаңыма түсіп тұрмын. Дегенмен бұнда тіркелудің ешқандай қиыншылығы жоқ. Өзіңіздің поштаңызбен логин пароліңізді жазсаңыз жеткілікті. Сонда сізге осындай жұмыс алаңы ашылады. Енді бұл тақтаның ең бір ыңғайлылығын айта кетейін. Тақтада сіз аудио, видео форматтағы файлдарды өзіңіздің жазған болсын, интернеттегі болсын, сілтемелерді болсын қоя аласыз. Сонымен бірге студенттер сізге кері байланыс жасап пікірлерін білдіре алады, бір-біріне баға бере алады. Шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында менің ойымша бұл өте бір таптырмас мүмкіндік. Сонымен бір айта кетерлігі, өкінішке орай, Padlet бағдарламасы бізге тек қана 3 тақтаға дейін тегін жасауға мүмкіндік береді. Ал қалғаны, яғни одан да көп жұмыс істегіңіз келсе, оның барлық мүмкіндігін пайдаланғыңыз келсе, сізге айына $8 шамасындағы жарна төлеуге тиіспсіз, жарна төлеуге тиіс боласыз. Дегенмен менің ойымша 3 тақта дейін жеткілікті. Сонымен қоса біз сіздермен себебі оны архивте аламыз, мұрағаттай аламыз, және мұрағаттан алып шығып, оны пайдалана аламыз. Менің ойымша ол өте ыңғайлы. Сонымен тақта жасауды үйренейік. Ол үшін создай таску деп басамыз. Бір жақсысы, сізге Padlet көптеген жұмыс тақтасының түрлерін ұсынады. Мәселен, тарих сабағынан беретін болсаңыз, сіз картаны, хронологияны, раскадровка, колонка деген сияқты шаблондарды пайдалана аласыз. Өте бір қызықты лента деген бар. Лентада сіз кәдімгі студенттермен мессенджерларда, әлеуметтік желіде отырған сияқты лента жасай аласыз. Яғни сіз өзіңіздің ақпаратыңызды жібереді, және олар мессенджерларға хабарлама жіберген сияқты кері байланыс жасайды. Яғни өте ыңғайлы. Стенада сіз өзіңіздің ыңғайыңызға қарай ақпаратты орналастырасыз. Раскадровка ақпаратты горизонтал бағытта орналастырса, колонкада сіз вертикаль бағытта орналастырасыз ақпаратты. Енді мұнда уақыт өлшеміне байланысты хост бұл өзіңіздің ойлау еркіндігіңізге берілген. Яғни бұнда ешқандай да шектеу жоқ. Яғни кез келген орналастырып, бірінің арасында бірі осындай байланыс стрелкаларын қойсаңыз болады. Енді картада сіз геолокацияларды қою арқылы әлемнің кез келген нүктесіне бағыт бере аласыз студентке. Енді өзім тіл сабағына бергендіктен көбінесе мен колонканы және раскадровканы пайдаланамын. Қазір колонкада жұмыс істеуді қарап ыстырып көрейік. Мәселен, осыны таңдайық. Колонканың бір жақсысы, сіз ақпаратты бірнеше тақырыпшаға бөле аласыз. Яғни, егер де сіздің сабағыңызда, әдебиет сабағында сіз ақынның яғни жазушының биографиясын, шығармашылығын, жеке өмірін, тағы деген сияқты, яда қандай да бір жеке шығармасын бөлек қарастырғыңыз келсе, осының бәрін жекелей сіз бөліп алып, вертикаль бағытта ақпаратты орналастырсаңыз болады. Мысалы, бізге мынандай сұр түсті тақта беріліп тұр. Дегенмен біз онымен шектелмей, настройканы басу арқылы өзімізге ұнаған түсті таңдай аламыз, қаріп түрін өзгерте аламыз. Жалпы жұмыс
жасау өте оңай. Сіз оны алдын ала оқымасаңыз да интуитивті түрде мына батырмаларды басу арқылы өзіңізге керекті, қажетті дүниелерді таба аласыз. Мәселен, настройканы басатын болсақ, тақтаның атын бере аламыз. Мысалы, Сергей Есенин деп, сіздің сабағыңыздың аты Сергей Есенин. Так, қандай өлең десек, хулиган, иә? Осы өлеңді өтіп жатырмыз. Описание. Енді сіз бұл жерге яда бір эпиграф қоя аласыз, яда бір сабағыңыздың сұрақтарын жаза аласыз, не болмаса бір өзіңіздің қысқаша пікіріңізді, яда бір студенттерге бір бағдарлаушы сөзіңізді жазуыңызға болады. Мысалы, өзім биографию творчество Есенина деп қысқаша бір мағлұмат бердік дейік. Значок. Енді бұл студент жастарға қызықты болатын шығар деген ойдамын. Сондықтан да бір қызықты, бір өзіңізге ұнаған бір белгіні таңдап қоюыңызға болады. Мәселен, енді Сергей Есенин бізде ақын, иә? Бұл жерде сәйкес келеді деген күшті бір белгі көріп тұрған жоқпын, сондықтан да даналықтың белгісі үкі болғандықтан үкіні қоя салсақ болады. Не болмаса, мүлдем ешқандай значок қоймасақ та болады. Енді ол өзіңіздің шешіміңізге байланысты. Келесі, дизайн. Дизайнына тоқталатын болсақ, мәселен, сіз фонды стандартты белгілі бір қалыпты түсте, біркелкі түсте қоюыңызға болады. Градиент дейді, түрлі түстерді ойнату арқылы, текстура узор қою арқылы және дайын картиналар қою арқылы өзіңіздің жұмыс алаңыңызды безендіре аласыз. Мәселен, мынаны таңдайық. Осыны қойдық делік. Әдемі пейзаж. Енді сіз цветовая схема, яғни түсті де таңдай аласыз. Қара түсті, қатқыл түсті болғанын қалайсыз ба, жоқ ашық түсте болғанын қалайсыз ба? Мәселен, біз ашық түсті алдық. Ашық түс осылай қала берсін. Қаріпті өзгертсек болады. Мысалы, мынау қаріп өте маған ұнайды. Әрдайым осы қаріпті пайдаланамын. Авторство дейді. Авторство не үшін керек? Бұл бізге студенттердің кері байланыс жасау барысында өте қажетті. Негізінен алдын ала студенттеріңізге осында тіркеліп қойған ұсынамын. Себебі сіз осы авторствоны қою арқылы қай студент қандай пікір қалдырғанын, кімге қандай баға қою керектігін алдын ала біле аласыз. Так, енді комментарий дейді. Студенттерге сіз өзіңіздің жазбаларыңызға комментарий жасауға рұқсат бересіз бе, бермейсіз бе, соған байланысты. Мысалы, мен әрдайым беремін, өйткені бұл әдеби сабағы сын тұрғысынан талдау барысында түрлі эсселер, яғни бір проблемалық сұрақтар болған кезде бұл өте пайдалы деп есептеймін. Реакция. Енді студенттер бір-бірінің, яда сіздің жазған жазбаңызға өзінің көзқарасын, пікірін қалдырып кету үшін өте ыңғайлы. Әсіресе топтық жұмыс кезінде студенттерге бір-бірін бағалау үшін өте ыңғайлы деп есептеймін. Енді бұнда біз жүрекшелер, löпілдер қоюымызға болады. Жоғары және төмен бағытталған бармақшаны пайдалана отырып дауыс беруімізге болады. 1-ден 5 аралығындағы рейтинг қоюымызға болады жұлдыз арқылы. Және 1-ден 100-ге дейінгі баға беруімізге болады. Енді löпілді таңдайық. Яғни енді сіздің жазбаларыңызға студенттер өздерінің жүрекшелерін қалдыра алатын болады. Запрашивать одобрение. Енді сіз осы тақтаның авторы ретінде, осының модераторы ретінде, егер де студенттеріңіз бір орынсыз посттар, орынсыз жазбалар қалдырып жатқан жағдайда, өзіңіздің рұқсатыңызды беруіңізге де болады, бермеуіңізге де болады. Егер де студенттермен жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, студенттеріңізге сенімді болсаңыз, олардың адекватты пікір қалдыратынына сенсеңіз, онда бұны қоймасаңыз да болады. Скрывать ненормативную лексику дейді, балағат сөздер болмауды қаласаңыз, алдын ала бұны бекітіп қойыңыз. Осымен сақтаймыз.
Енді жаңа жазба пайда болу үшін жұмыстың сақтасына осылай 2 рет басқан жағдайда бірден осылай колонканың атауы шығады. Мысалы, биография Есенин. Жаңа айтып кеттім, бұнда ешқандай шектеу жоқ. Сіз интернеттен сілтеме қоюыңызға болады, интернеттен белгілі бір парақшалар, сайтқа сілтеме тікелей, өзіңіздің алдын ала аудио жазбаңызды, түсірілген видеоңызды осы сәтте түсіріп отырып, осы сәтте түсіріп бірден жіберуіңізге болады. Басқа Padlet тақталарға сілтеме жіберуіңізге болады. YouTube арнасына, Spotify-ға және гифкаларға түрлі, сонымен қоса геотегтер қоюыңызға болады. Яғни қандай да бір шектеу жоқ. Мәселен, былай істейік. Биография Есенина деген жерге Сергей Есенин туралы біз ақпарат іздейік. Ғаламтор парақшадан. Мінекей Википедия бізге ең бірінші шығып тұр, соны сақтайық. Көшіріп алайық. Осында сілтеме батырмасын басып, мұнда қоюымызға болады, жүктеуімізге болады осы ақпаратты. Яғни осы жазбаны басу арқылы студент бірден Википедияның парақшасына өтеді де осы ақпаратпен танысады. Сонымен қоса біз одан бөлек, мысалы, YouTube арнасынан Сергей Есенин туралы бір қызықты видеоклип қоюымызға болады, бейнеклип қоюымызға болады. Сергей Есенин туралы, мысалы, қысқаша ақпарат тұр екен. Осыны сақтаймыз. Осыны сақтап, мұнда қоямыз. Яғни студенттердің қабылдауы әртүрлі болады. Біреу оқығанды жақсы көреді, біреу тыңдағанды жақсы көреді. Сондықтан да әркім өзіне ыңғайлы форматты таңдап, өзіне керекті ақпаратты оқи алады. Егер де студенттің оқылғаны немесе оқымағанын білу үшін студенттерге алдын ала батырмаларды басып кетуін, не болмаса пікір қалдырып кетуін сұрасаңыз болады. Енді біз әрі қарай бұл тақтаны жасамай қояйық. Мен сізге осыған дейін жасалынған тақталарды көрсетіп шығайын. Так, өзіміздің парақшамызға барайық. Өзіміздің парақшаларымызға сделано деген батырманы қарайтын болсақ, мәселен, Анна Ахматованың өмірбаянына арналған тақташа бар. Көріп тұрсыздар, пікір қалдырғанда да ешқандай шектеу жоқ. Яғни сіз студенттерге эссе жазыңдар деп айтатын болсаңыз, олар еш қорықпастан өздерінің эсселерін пікіршеде қалдыруына болады, не болмаса жаңа жазба ретінде өздері анау плюс батырмасын, қосу батырмасын басып қалдыра беруіне болады. Мінекей, алдын ала кітап жүктеп қоюға болады. Мысалы, мен PDF документтегі реквием кітапшасын, поэтикалық жинағын студенттерге жібердім. Олар жүктеп алады да, осы PDF документті оқи алады, таныса алады. Мұнда видеосы және шығармаға анализ, талдау берілген. Келесі бір тақта, мысалы, орыс тілінде пайдаланылған тақта. Бұнда бір ыңғайлысы жаңа колонкалардың. Сіз лексикалық және грамматикалық теманы, тақырыпшаны бөлек қоюыңызға болады. Өзіңіз пікірлеріңізді, тапсырмаларыңызды беріп, қалдырып кетсеңіз болады. Бұл жерде әр жазылған жазбаны қайтадан редактировать етуге болады, өзгертуге болады, қарпін өзгертуге болады, жазудың құрамын өзгертуге болады. Яғни ешқандай шектеу жоқ. Сонымен қоса өзіңізде пікіршелер қалдырып отырсаңыз болады. Мысалы, кітаппен жұмыс барысында мен кітапты алдын ала фотоға түсіріп алып, осында жүктеп, оған пікір қалдырамын. Мысалы, выполните задание в тетрадях, выполненные задания прикрепляйте ниже. То есть олар қосу батырмасын басу арқылы өздерінің жасаған жұмыстарын жібере алады. Міне рекомендация, критерий, мына жерде статья жазсын деген тапсырма берілген. Осы статьяға мінекей рекомендациялар бөлек екінші жазбашада. Әрі қарай плюс батырмасын басу арқылы студенттер өздерінің жұмысын тіркей алады да бір-біріне баға бере алады. Енді менің ойымша, менің айтқым келгеннің барлығы осы.
сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осы жұмыс тақтасымен сіз мына поделиться батырмасы арқылы студенттеріңізге жібере аласыз, доступты приватный етіп қоя аласыз, не болмаса керісінше барлығына көрінетіндей етіп қоя аласыз. Оның барлығы өзіңіздің шектеуіңізге, өзіңіздің талғамыңызға байланысты болады. Менде осы. Рахмет тыңдағандарыңызға.